Қойшыбек мүбәрак құбыжық 11 бөлім. Мылқау шал мен кемпірдің баласы да мылқау болып өскен, бірақ орасан зор. Жасы 15-тен асқан. Атпалы азаматтар әзер орнынан қозғалтатын нән қарағайды қолтығына қысып, беттен сүйрелеп ауылға алып келеді. Баласының ерен күшіне масаттанған мылқау шал бас бармағын көрсетіп ыржиды. Баланың тілі шықпағаннан кейін бе, үнемі қабағы қатулы, бет-аузы кісі қарай алмастай сұсты. Ауыланың бала-шағасының барлығы айнала қашады. Ауылдың иттері де оны көргенде құйрықтарын бұтына қысып, зытып береді. Бала шал кемпірден бөлек сыртқа жататын болған. Әр күні кешкісін ұйықтаған сайын түс көреді. Түсінде қан мен сүт араластыра шірене жұлқылап, омырау еміп жатады. Кімнің омырау екенін өзі де білмейді. Тек омыраудың үстіңгі жағында алақандай қара қалқа қадалып жатып, оянып кетеді. Оянады да аласұрып, қалың қарағайға қарай жүгіре жөнеледі. Жүгірісінің жылдамдығы сонша, құлағының түбінен шыққан желдің дыбысы құлағын тұндырып жібереді. Көз ашып жұмғанша күндіз басы әзер көрінетін, атты адам етасым уақытта етегіне әзер жететін таудың шарбасынан бір-ақ шығады. Сол жерде тұрып-ақ ауылдағы әр нәрсені ап-анық көреді. Қарсы беттен бір әйелдің сұлбасын көргендей болып, солай ұмтылады, бірақ жете алмайды. Сосын қайтып келіп жатып қалады. Ауыл адамдарының барлығы бұған өңін беріп көрген жоқ. Бәрінде де біртүрлі жиіркенішпен, әлде қорқынышпен сұқтана қарайды. Соңғы жылдар ғана ауыл шетінде бұларға ең жақын көршісі, баяғыда өзін алып келген аңшылардың атаманының кенже ұлы Елдар ғана жақын келіп, үйірсектеп жүреді. Тек шешесі көріп қалды болды, ұлын дедектетіп сүйрелеп үйіне алып кетеді. Тіпті бірде қолындағы шелегімен оңдырмай басынан салып кеткен еді. Басы зеңгіп, құлап қала жаздап әзер қашып құтылған. Ендігі сәтте Елдардың шешесінің төбесін көрісімен алыс жаққа қашып кететін болды. Ал Елдардың әкесі неге екені белгісіз, мұны көргенде жерден сырт айналып алыс жүретін. Анда-санда мал сойып жатқандардың қасынан өтіп бара жатқан бала өзінен тысқары бір күш мал сойып жатқан жерге еріксіз салып келеді. Малдың ытқия атқақтаған қып-қызыл қанын көргенде көзі қызарып, жанып шыға келеді. Маңайдан біреу-міреу көріп қалмады ма деп, асығыс көзін жеңімен баса қояды. Қанның жылымшы иісі мұрнына келіп, тамағы бүлкілдеп, жұтынып қойып, қанды апарып төгуді күтеді. Үйден алыстатып апарып төккен қанға келген иттер де оны көре қаша жөнеледі. Енді ханға жете бергенде, баяғыда өзін алып келгендердің бірін көріп қалды да, жылыстап, шеткері кетіп қалды. Кеш. Таяқ жанып отырған баланың қолындағы пышағы тайып кетіп, сол қолының бас бармағының етін жалбыратып, кесіп кетті. Ауырсына ыңыранған бала сол қолын етегімен орай қойып еді, қан тоқтар емес. Ауырсынғаны сонша, көзінен жас парлап кетті. Ақыры етегінен қолын шығарып алып, оң қолының алақанымен салып, мытып ұстап, біраз отырды. Көзінен аққан жасын сүртпек болып, қолын жоғары көтеріп келе жатып, баланың мұрны қусырыла қалды. Енді тімтініп, жан-жақты иіскей бастады. Қолынан қан әлі саулап тұр. Оң қолының қалай босап, жаралы бас бармағының аузына қалай түскенін өзі аңдамай қалды. Саусағын құшырлана сорып барады. Денесінен бір ыстық ағын ағып өткендей, жүзі жайнап, көзі қып-қызыл болып, жарқырап шыға келді. Ол әзер дегенде аузынан сол қолын жұлып алды. Қолына қараса, бас бармағы түбімен жоқ. Жеп қойыпты. Бір тамшы қан да жоқ. Бәрін сорып алған. Орнынан атып тұрған ол қарағайдың ішіне қарай атыла жөнелді. Баланың барысын көріп отырған бақсы беліне арқанды орап, оң жақтағы керегенің басынан сарала қамшыны алды да, өз белін өзі бунап, бұрай бастады. Үйдің ішінде далып-далып етіп бүркіті арлы-берлі ұшып жүр. Таудың басынан бұларға бедірейе қарап тұрған баланың қаңқасынан әлде бір алажағал дүние су етіп
өте шықты. Ол лып етіп өте шыққан алажағалдың соңынан зымырады. Алажағал жамылған баяғы көне ауылдың жұртындағы үңгірге тартты. Үңгірге кіре қуып жеткен бала оны бас салды. Неге екені белгісіз, алажағал оған ешқандай қарсылық көрсетпеді. Алажағалдың сирағынан ұстаған бала оны үңгірдің қабырғасына соққылап, жанын шығарды да, жата қалып, сирағынан бастап жұлмалап жей бастады. Екі сирағын бірдей жеп болып, кеудесіндегі жамылғыны дар еткізіп жұлып алған бала түсінде еметін омырауды көріп, шыңғырып жіберді де лақылдатып құса бастады. Сосын әйелінің қалған жарты денесін мылжа-мылжасын шығарып, тас қабырғаға ұрғылап жоқ қылды да, көзінен қып-қызыл жарық шашып, тістерін қарш-қарш қайшылап, өзі келген жаққа қарай зулай жөнелді. Жалғасы бар.